Әлихан Бөкейхан атындағы нөмірі 76-шы мектеп-лицей. Абай Құнанбайұлының 175 жыл мерейтойына. 18-ші сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатарындағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттен дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіндер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Осы орайда жыртық жамауын ауыстырып, байдың үйіне қонаққа қайта келген Қожанасырдың шапаны үшін құрметтелгенінен алып, ренжіп, сол үшін де шапанына ет жегізген ертегісін тілге тиек етуге болады.